Атырау-Астрахань тас жолының негізі жалпы ұзындығы 277 шақырым құрайды. Оның ішінде бүгінгі таңда 235 шақырымына төменгі қабатымен төменгі қабаты төселген. Енді өзіңіз көріп отқандай жұмыстар тоқтамастан істелініп жатыр күнделікті. Қазіргі осы учаскеде асфальт төсеме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де басқа да жаңағы жұмыстардың бәрі атқарылып жатыр. Жалпы негізі осы 277 километрдің ұзындығында 13 көпіріміз бар. Ол 13 көпір мен 10 көпірдің толығымен құрылыс жұмыстары бітіп, қазір соның үстімен қозғалыс берілген. Қалған 3 көпірде жылдың ақырына дейін толығымен жұмыстары бітіп, қозғалыс сол көпірлердің үстімен жүргізілетін болады. Бұрын дейділер 5 сағат, 6 сағат жүретін еді, қазір 2 сағат. Жақсы машиналар 2 сағатта жүреді, 2 сағат жарым, 3 сағатта жүреді. Құдай өтсе, енді бітетін түрі бар ғой, бұл маған келешек бітері. Қазақ жақсы болғанса, жақсы көреміз ғой, бірақ шүкір жақсы жол. Эта дорога занимала от поста, от границы и до Атырау 12 часов ездили. Сейчас, в принципе, намного лучше дорога, качественное покрытие стало, намного лучше стало. В принципе, сделано на совесть, так бы до конца бы сделали бы. Қазіргі таңда біз Атырау-Астрахань тас жолының соңғы үздігінде тұрып, бұл 853-893 шақырымның аралығында қазіргі жасалып жатқан жұмыстары, осында жол абаттандыру жұмыстары жасалып жатыр. Бұл участок жалпы негізі осы бір айдың көлемінде толығымен қолдануға тапсырылатын болады. Қазіргі жасалып жатқан жұмыстар осында жол абаттандыру, свет жүргізу, жаңағы сондай жол таңбалау, жолдың белгілеу жұмыстары. Биылғы жоспарымыз бойынша осы участок 40 километр құрайтын участокта тапсырамыз. Одан кейінгі участок 20 километр, ол атап өткенде 21 жылы тапсырылған. Және де енді келесі жылдың ақырына жоспарлап отқанымыз бүкіл Атырау-Астрахань жолының несі дәл осындай деңгейде, осындай жағдайда болады деген үміттеміз.